Ultimately, of course, he's fighting. In the head too. See ya. There. Әдетте толық адамдарға рингке шығып боксаспақ түгілі жүріп тұрудың өзі қиын. Бірақ бүгінгі біздің кейіпкеріміз 200 келіге жуық салмағына қарамастан рингте құйындай ұйытқып, қарсыластарын қаңбақтай ұшырғанда кез келген адамды таңдай қақтырады. Біз бүгін Эрик Эш есімді боксшының қиындықпен басталып үлкен танымалдылыққа ие болған таңғажайып өмірі жайлы айтатын боламыз. Ассалаумағалейкум достар. Әлемдік бокс жайлы қызықты ақпараттар беретін әлем боксинг арнасына қош келдіңіздер. Эрик Скотт Эш 1966 жылдың 3 тамызында ақш-тың Атланта қаласында дүниеге келеді. Эриктің балалық шағы ауыр өткен екен. Өте томпақ, жуас баланы мектепте үнемі мазақ етіп төмпештеумен болады. Әрі 8 жасында анасы кенеттен қайтыс болып кетіп, өмірі тіптен қиындап кетеді. Бірде ламинат шығаратын зауытта жұмыс істеп жүрген 18 жасар Эрикке әріптестері жақын маңда бокс турнирі ұйымдастырылып жатқандығын, оған кез келген адамның қатысуға мүмкіндігі барын айтады. Бұл уақытта отбасылы болып үлгерген Эрикке бокс кедейліктен шығатын бірден бір мүмкіндік секілді көрініп, ол бірден турнирге жазылады. Дегенмен ереже бойынша ең жоғары салмақ 180 келіден аспауы тиіс екен. Салмағы 188 келіні құрайтын Эрикке диетаға отыруға тура келеді. Диета кезінде ол тек аспұршақтармен қоректенген көрінеді. Аспұршақтары ағылшынша баттербин болады. Достары Эрикті баттербин деп жиі қалжыңдайтын. Турнир барысында да баттербин деп айғайлап жанкүйерлік етіп отырған достарына басқа көрермендерді қосылып, Эриктің лақабаты баттербинге айналып кетеді. Салмақты реттеп турнирге барған ол 4 қарсыластың барлығын нокаутқа жіберіп, бас жүлдені жеңіп алады. Осыдан соң тағы да осындай 4 бірдей турнирді жеңіп алған баттербинді Артдор есімді бокс менеджері байқап қалып, оны кәсіпқой боксқа ауысуға көндіреді. Сонымен қатар бокс залына келіп кәсіпқой боксшылармен бірге жаттыға бастаған Эриктің боксқа деген таланты тез арада ашыла бастайды. Дегенмен мұндай дене оттегіні көп қажет етеді. Тез қимылдайтын баттербин тез шаршап қалатын. Сол себепті менеджер алғашында тек 6 раундтық жекпе-жектер ұйымдастырады. 94 жылдың күзінде кәсіпқой бокстағы алғашқы жекпе-жегін өткізген баттербин екінші жекпе-жегінде-ақ теледидарға шығады. Эриктің өзі айтқандай, алғашында жанкүйерлер оған зоопарктегі піл секілді қараған екен. Бұл өз кезегінде оның жүйкесіне тиіп, Эрик әдеттегісінен тез шаршап қалады. Үшінші жекпе-жегінде 6 раунд жұдырықтасып, жеңіске жеткен ол, дегенмен шаршағаннан есінен танып қала жаздаған екен. Осыдан соң менеджері енді тек 4 раундтық жекпе-жектер ұйымдастыра бастайды. Жалпы баттербин кәсіпқой бокста 91 жекпе-жек өткізіп, оның 77-сінде жеңіске жетсе, 58-ін нокаутпен аяқтаған екен. Бұның барлығына тоқталып өту мүмкін емес. Сондықтан біз бүгін баттербиннің ең қызықты деген жекпе-жектеріне тоқтала кететін боламыз. 1995 жылдың жазы, әлі жеңіліс көрмеген баттербин 7-ші жекпе-жегінде качок Даг Норрис есімді боксшымен кездеседі. Эрик алғашқы секундтан бастап қарсыласының басын жұлып түсіруге ұмтыла бастайды. Бірақ әлі тың Норрис ұстатпайды. Екінші раундта бір жері темір ме, әлде темір емес пе екендігін тексеріп көрмек болған Норрис баттербинмен соққы алмаса бастайды. Бірақ баттербинмен соққы алмасу, Тайсонмен соққы алмасу секілді қауіпті нәрсе. Бірақ ол кезде Норриске мұны ешкім ескертпеген екен. Арада 2 апта ғана уақыт өткенде баттербин қайтадан рингке оралады. Бұл жолғы қарсыласы ақш-тың ең күшті адамы атағын жеңіп алған ауыр атлет Пол Спрингер болады. Мүмкін күш сынасса, Спрингер баттербинді бұрап тастар ма еді? Бірақ рингте шеберлік қажет. Бұқа секілді жүгіріп жетіп келген қарсыласын баттербин екі қарымта соққымен күтіп алады. Здоровенный, только более мускулистый. Ну вот. Ары қарай жүйке жүйесімен байланысы үзіліп қалған Спрингердің денесі ерікке көнер емес. 95 жылдың күзі, апта сайын рингке шықпаса ішіп сатын баттербин Пэт Джексон есімді боксшымен кездеседі. Эрик алғашқы секундтан бастап өз әдетіне басады.
survival mode. He's not punching much. I don't think he has much. Ал Джексон болса рингті айнала жүгіріп клинч жасап жан бағумен болады. He's out there. Hold on. Good body work by Butterbean. That's a good idea by him, no? Екі түйе сүйкенсе арасында шыбын өледі деп қазақ бекер айтпаған. Үшінші раунд соңында екі боксшыны ажыратпақ болған рефери Баттербиннің соққысынан қаңбақтай шығады. Үзіліс кезінде осының барлығын ой елегінен өткізген Джексон жекпе-жектен бас тартады. Арада бір апта өткенде Баттербин кезінде бодибилдер болған, енді өзін бокста сынап жүрген Луис Монакомен қолғап түйістіреді. Бокс пен бодибилдинг мүлде сәйкес келмейтін спорт. Мұны Баттербин алғаш раундтақ дәлелдеп береді. Қарсыласын екі рет құлатып алған ол, құлаштап тұрып соққан оң қолмен жекпе-жекті аяқтайды. Байғұс Монако тек дәрігерлердің көмегімен ғана есін жиып орнынан көтеріледі. 98 жылдың көктемінде Баттербин жап-жақсы статистикасы бар Билли Итон есімді боксшымен кездеседі. Бұл екі боксшы осыдан жарты жыл бұрын жұдырықтасып, жекпе-жек тең аяқталған болатын. Бұл кезде Баттербин екінші дәрежелі IBA чемпиондық белдігін иемденіп, жанкүйерлер арасында 4 раундтық жекпе-жектердің патшасы атанып үлгерген болатын. Эриктің бұрынғы қарсыластарынан әлдеқайда жоғары деңгейдегі Итон жекпе-жекті жақсы бастайды. Алайда екінші раундта Баттербиннің жуан жұдырығы Биллиді жерге жалпы тізеді. Абырой болғанда Баттербиннің оң қолы емес, сол қолы тиген екен. Итон бірден орнынан көтеріледі. Дегенмен көп уақыт өтпей оң қолда нысанаға дөп тиеді. Билли Итон аспан мен жердің қайда екендігін іздеп жүргенде рефери жекпе-жекті бірден тоқтатады. Баттербиннің қарсыластарының барлығы қапшық болған екен деп ойлап қалмаңыздар. 99 жылдың жазында ол 45 жеңісі бар Питер Мактиллимен кездеседі. Мактилли кезінде Майк Тайсонның қарсыласы болған боксшы. Аса бір қарсылық көрсете алмаса да, Тайсонмен жекпе-жекке шығудың өзі бір жетістік. Бұл жолы да Мактилли оңбай таяқ жейді. Баттербиннің жылдамда тура соққыларына жауап қатпай тұрып қалған Питерге жаны ашыған рефери жекпе-жекті бірден тоқтатады. 2000 жылдың көктемінде Баттербин 18 жеңістің 17-сін нокаутпен аяқтаған терминатор лақабы бар Джордж Линдбергермен кездеседі. Эрик мұндай терминаторлардың талайын кескен тіректе сұлатқан. Жекпе-жек бастала сала 10 секунд өтер өтпестен Линдбергерді жерге жалп ете қалады. жылдың жазында Баттербин бұрын Мухаммед Алиді жеңген Ларри Холмспен жекпе-жекке шығады. Бұл кезде Холмстың жасы 52-де болатын. Дегенмен ол бекерден бекер бокс аңызы аталмағандығын көрсетіп, 10 раундтық жекпе-жекте ұпай санымен жеңіске жетеді. Баттербин Ларри Холмстың әлемге әйгілі тура соққыларын жарып өте алмайды. 2004 жыл. Бұл уақытта диетаны тастап қайтадан салмақты 200-ге жақындата бастаған Баттербин Родни Филлипс есімді боксшымен кездеседі. Эрик алғашында қарсыласына жұмыс жасауға мүмкіндік беріп, тіпті бірнеше соққыны бетімен де тосып алады. Жалпы жекпе-жекке қарасаңыздар, 100 келі мен 60 келінің екі боксшы төбелесіп жатқан секілді көрінеді. Бірақ бұл аса ауыр салмақ боксшылардың айқасы. Филлипсті 100 келіден асатын боксшы. Екінші раундта осы 100 келіні Баттербин бір ғана соққымен іші бос қапшық секілді сұлатып түсіреді. Осы жекпе-жектен соңында Баттербин бірнеше рет жеңіске жетіп, сонымен қатар бірнеше рет ұпай санымен жеңіліп те қалады. Ол кәсіпқой бокстағы соңғы жекпе-жегін тек 2013 жылы өткізеді. Бұл кезде 47 жасар Баттербиннің боксқа деген мүлдем қызығушылығы қалмаған болатын. Бокспен қатар Баттербин өзін кикбоксингте, MMA-де сынап көреді. Бірақ өз айтқандай, ол ешқашан чемпион боламын деп армандамаған екен. Оның бар ойы тек бала-шағасының болашағын қамтамасыз ету болған. Баттербиннің жасы қазір 58-де. Әйелі екеуі 3 бала және бірнеше немерелерін бағып отыр.
өзінің Баттербин барбекю деп аталатын асханалар желісі бар. Сонымен қатар Баттербин танымалдылығының арқасында фильмге де түскен. Оның кейіпкері компьютерлік ойындарда жиі қолданылады. Ары Баттербин өз қаласында полицейлердің көмекшісі болып та жұмыс істейді. Міне достар, кезінде істеміз деп мазақтап, қалаған адам келіп теуіп кете беретін Эрик Эш есімді жасөспірім бала арада аз уақыт өткенде танымал боксшы болады деп кім ойлаған? Баттербин өзінің өмірі арқылы адам алдына мақсат қойып, сол мақсатта тынбай еңбек етсе, түбі бір жетістікке жететіндігін дәлелдеп берді. Достар, егер видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып каналға тіркеле кетіңіздер. Сіздермен болған әлем боксинг арнасы.